Сәлем достар, қалдарың қалай? Жексенбі күні не істедім? Бүкіл үйді пылесостап шықтым, влажный уборка жасаған жоқпын. Ең оңай тамақ деп, обедке сорпа қайнаттым. Картошка лапшасын сала саламын. Одан кейін сушилкада киімдерді жинадым. Жалпы демалыс күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Bir жаққа шығып, қыдырып демалып келесіздер ма? Әлде осылай үйдің тірлігімен ешқайда шықпайсыздар ма? Осылай қол жуатын жерді айнаның бетін сүртіп алдым. Қызым болмаған бәрін шашып тастапты. Мынаның үстінде тұрған бықи-шықиларын бәрін лақтыратындарды лақтырып, реттеп, шаның сүртіп қойдым. Осындай порошок қолданамын. Ыңғайлы, арзан, көпке жетеді. Кішірек ыдысқа осылай құйып қоямын. 5 литр баклажканы көтеру ыңғайсыз. Бумагаларды реттеп, қайтадан орап қойдым. Мына біреу бұрышта тұрған киімдерді реттедім. Кірге тастайтындарды жууға тастадым. Тазаларды қайтадан жинап салып қойдым. Негізіне бала шағаны көп камера түсіре бергім келмейді видеоға. Арасында осылай артымнан қалмайды, түсіп қалады амал жоқтан. Ыдыстарды жуып шайып, сүртіп, осылай тазалап қойдым. Сүртіп болғаннан кейін салфеткамды, губканы пенсияға жібердім. Орнына жаңаларын салып қойдым. Картошкамды тазалап, қазанға сала салдым. Пісіріп қойған сүттің бетінде қаймағын алып, осылай банкаға ауыстырып құйып қойдым. Қаймағы кет қалмасын деп сүзіп алдым. Екінші ұлымыз екеуміз магазинге шықтық. Осындай тұман болып тұр ауылымыз. Сіздер жақта ауа райы қандай? Магазиннен шығып осындай заттар алдық. 2 пакетін ұстатып қойдым. Үйге келіп осындай заттар алдым. Жарты кило мандарин, жарты кило алма, паприка, 2 мороженое, пампушка, сливочный берега май, колбаса, 2 лепешка. Сөйтіп жүргенде обед дайын болды. Обедімізді ішіп, фу кетіп, ыдыстарымды жуып алдым. Түстен кейін сабақ оқыдық.